Мұңайдар Балмолда, Құдайдың хаты. Әбілқасым орташа дәулеті бар көптің бірі. Жұмыс жасайды, отбасын асырайды. 4 баланың кішісі Ербол бастауышта оқиды. Бірде Ербол әкесіне таяп, «Әкетай, бізге апайымыз еркін тақырыпта шығарма жазып келіңдер. Кімдікі жақсы болса, соған бестікпен қоса сыйлықта болады» деді. Жақсы болған екен. Ендеше жаза ғой балам. Өзіңнің не ойлағаның бар? Бұл сенің қолыңнан келеді емес пе? Мен сен туралы жазсам ба деймін. Мен туралы? Әкең жайлы ма? Құлыным-ау, басқа тақырып табылмады ма? Ыңғайсыз болар. Сен одан да бұлай етсейші. Жақсылап ойлан. Мен де ойланайын. Аға апаларың, шешең не қыл дейді. Олардың да пікірін білейік. Бұл өзі қызық болды ғой. Апайларың не, әкелерің жайлы жаз деді ме? Жоқ, бірақ апай айтты, адамгершілік туралы жазуға болады. Сендер ондай қасиетті кімдерден көп көресіңдер, соны келтіруге болады деді. Мен анашым екеуің жайлы жазғым келеді. Жақсы екен. Балам, анашыңды жазғаның дұрыс. Ал мені кірістірсең жай бір тұсында келтірерсің. Сендерді ақ сүт беріп аялап, мәпелеп бағып өсірген аналарың ғой. Ол сендердің әрқайсысыңды айым, күнім, ботақаным, құлыным деп айналып толғанып түн баласы ұйықтамайтын. Әсіресе сен 2 жасқа толғанша мамаңды еміп, міне нардай жігіт болдың. Ал мен көбіне түзде жүрем. Ақыл айтқаным болмаса, бүкіл ауыртпалық шешелеріңнің мойнына түсті. Өсіп кеткен соң ғой ол білінбейді. Айналайын, сен сөйте ғой. Анашың жайлы жақсы етіп жаз, сосын маған көрсет, жарай ма? Жақсы әкешім, сөйтемін деп, Ербол өз бөлмесіне жүгіре жөнелді. Әбілқасым сағатына қарады. Жұма намазына баратын уақыт таяпты. Үйреншікті жолымен мешітке келді. Жамағатпен бірге намазын оқыды. Намаз біткен соңда отырған орнынан тапжылмай ұзақ күбірледі. Аулаға шыға бере таныстары кездесіп, сауал қойып үлгерді. Әбеке, соңғы кезде мешітте ұзақ боласың. Намаз біткен соңда әлденелерді оқып, жылайтындайсың ба өзі? Қалай өзі? Отбасың, балаларың аман сау ма? Біреу-міреу ауырып қалмады ма? Жоға, бәрі шүкір, аман есен, ел қатарлы жүріп жатырмыз. Жай өзім ғой. Сен не, жылағансың ба? Көзің жасаурап тұр ғой, деді және бірі. Жасымыз ұлғайған сайын сыр беретін жайт қой деп, бұл әңгімеден қашқақтаған. Жандарына сол мешіт істейтін осы тұрғандардың бәрі жақсы білетін имамдардың бірі тақады. Сөз сыңайын ол да аңдап қалса керек. Жүрегі жұмсақ жанның жанарынан жас шықса, ол жақсылық. Әсіресе ғибадат қылғанда сондай күйге түссе, ол адамның Алла алдындағы күнәсі кешірілер. Бәрі бір Алланың қолында дей берген Әбілқасым имам досына қарап күлімсіреп бір сауал қойды. Шамасы әңгімені басқа арнаға бұрғысы келді-ау. Адам баласы біліп-білмей жасаған күнәсі, қателіктер үшін Алланың кешіріміне ие болғанын қалай біледі? Әбілқасымның бұл тосын сұрағына достары күліп жіберді. Имам сәл жымиып, оны жүрегің сезеді. Раббыңмен байланысыңды үзбесең, оны жүрегің түбі сезеді. Жалпы мұсылман баласы үміт пен күдіктің ортасында жүрген абзал. Бауырым, Әбілқасым, сенің отбасыңды асырап, еңбек етіп ұлық иеңді ұмытпай, оған құлшылық қылып жүргенің үлкен нығмет. Кешірімге ие екеніңді іштей сезіп, одан сайын Тәңіріңе деген ынтызарлығың артады. Солайын солай ғой. Бірақ мен айтсам бәрін күлесіңдер. Мен, Әбілқасым, сені кешірдім деген құжат, яғни Құдайдың хаты қолыма тисе екен деймін. Көктен қасиетті Құранды түсірген, осындай жер жаһанды жаратқан құдірет иесіне ол оңай емес пе? Деп Әбілқасым қасындағыларға қарағанда, бірі күлсе, бірі не дерін білмей қалды. Осының дені дұрыс болмас деген көзқарастар да байқалды. Ал имам жай ғана жымиды, ештеңе демеді. Жаймен Әбілқасымның арқасынан қақты. Содан бұл әңгіме осымен тәмам болды. Олардың не ойлағаны Әбілқасымға маңызды еместей көрінді. Не болса да көкейіндегісін айтып салды. Өзін бала секілді сезінді. Бірақ біртүрлі бойы жеңілдеп, айтқаны далаға кетпегендей, жұмысына қарай батыл беттей берді. Арада күн артынан күн өтті.
Әбілқасым мешітке келген сайын әлгі достары оған күле қарағандай болады. Оның бәрін бұл сезіп жүр. Таныс имамы да сәлемдесіп әңгіме дүкен құрғанымен, мұның өткенде айтқанын ол да ұмытпағаны көзінен көрініп тұрады. Әбілқасым ешқайсына сыр бермей, ғибадатын жасап, тыныш күйге түскен. Әкетай, менің шығармамды ең үздік деп бағалады. Мектепте бәрі менің жазғанымды мақтады. Апайым да, мектеп директоры да ертең жазғы демалыста Бурабайға барып қайтуға жолдама да беретін болды деп Ербол шығармасын әкесіне көрсеткенше асықты. Міне бестік, міне мақтау қағазы. Ой, айналып қана кетейін. Шүкір, шүкір, өркенің өссін құлыным деп Әбілқасым ұлының шығармасына көз жүгіртті. Төмендегі нән қызыл бестігі бар шығарманың атауы кешірімпаз екен. Менің анашым әлемдегі ең сұлу да мейірімді адам. Көктегі күн жерге жарығымен жылуын қалай төксе, менің анашым да бізге айналасына сондай жылылығын шашады. Оның алақаны ып-ыстық жұп-жұмсақ. Ол өте мейірімді деп басталған шағын шығармада Ербол анасы жайлы елжіремей оқуға болмас сөздер жазыпты. Ал шығарманың түйінін былай деп келтіріпті. Әкем мен анам бізді адам болуға тәрбиелейді. Менің әкем қарапайым жұмысшы, бірақ ол көп біледі, көп оқиды. Ол біздің әсіресе менің тентектігімді үнемі кешіреді. Өткенде доп ойнап жүріп, көршінің терезесін сындырып алғанда ұрысқан жоқ. Екеуміз жөндеп бердік. Күні кеше су жаңа телефонымды жоғалтып алғанымда, барлығы маған ұрысып жатқанда әкем келіп арашалап алды. Ақылын айтты. Менің әкем өте кешірімпаз. Ол үнемі Құдаймен сөйлесіп, оның бізге жазған хатын оқиды. Құдайдың хаты біздің үйде бар. Оны Құран деп атайды екен. Әкешім маған, құлыным, өмірде біз көп қателесеміз, бірақ түзу жол табамыз. Бізді Алла көріп тұр, аялап көріп тұр. Алла өте мейірімді кешірімпаз. Ол бізді жақсы көреді дейді. Мен Алланы әкем арқылы танимын. Әкем осындай болса, онда сөзсіз Алла кешірімпаз. Ол адамдарды жақсы көреді. Мені әкем қалай кешірсе, ол адамдардың қателігін солай кешіреді. Өйткені ол өте жақсы ғой. Әбілқасым ұлының шығармасын бастап оқығалы, көз жасына ерік берді. Баласын құшағына алып, құлыным-ау менің, құлыным-ау, сен де адам болыпсың дей берді. Бүгін жұма намазына келгендердің арасында Әбілқасымның жүзі керемет нұрлы еді. Оны көп адам байқады. Достары, дос имамы да оның өмірінде өзгеріс болғанын сезген, бірақ сұрауға батпады. Жұрт далаға шыққанда өткендегідей сол адамдар бас қоса қалмасы бар ма? Арадағы бір имамға айтқан болып, біздің Әбілқасым Құдайдан құжат алғандай мәз ғой бүгін. Сіз білмейсіз бе оның сырын деп жеңіл қағытты. Алса алған болар. Жоқтан барды жаратқан, жасағанның шеберлігіне күмән келтіре алмаймыз деп имам да Әбілқасым бірдеңе дермекен деп жылшырай қарады. Әбілқасым жаңғалтасынан баласының шығармасын алып имамға ұстатты. Дауыстап оқыңызшы, бұл кіші балам Ерболымның шығармасы. Имам жігіт оқушының шығармасын оқи бастағаннан айналадағылардың қарасы көбейе түсті. Ұйып тыңдаған жамағаттың басымының көз жанарлары мөлкілдеп жасқа толды. Имам оқып болып өзі де толғынысын жасыра алмады. Әбеке, сізге осыдан артық қандай құжат керек? Әбілқасым, мен сені кешірдім деген құжат болса деп өткенде, осында тұрған біразымызды таңғалдырып, қызық жағдайға қалдырып едің. Енді міне, мынандай кереметпен бізді тағы да қайран қалдырып отырсың. Иә, Алла тағала шебер ғой. Қарапайымда көркем түрде өзіңіз тілеген құжатты қолыңа беріпті. Досым, бауырым, мұны жазған балаңыз періштедей пәк екен. Алла тіл көзден сақтасын дегенде, қаумалаған халайық бет сипап тілек білдірісті. Әбілқасымның бар айтқаны, негізмен олай демеуім керек еді, бірақ сүйексіз тіліміз солай деп қойыпты. Жаратқанның бізге, адамзатқа жазған хаты әр мұсылманның үйінде, жүрегінде бар емес пе? Мен сәл шектен шығыппын деп төменшіктей берген. Құдайдан құжат алған Әбілқасымға жамағат жарылып жол ашты. Ол да көзінің жасын іркімеген күйі ақ мешіттен ұзай түскен. Жаздың жаймашуақ күні де ерекше нұрланып, төңіректе құстар шықылықтап, бұл күннің мән маңызын әрлеп, сәндеп, иманделдің көкейіне жақсы ой салған Алла аса ұлық, құдіретті, өте мейірімді, кешірімпаз еді. Кішкентай Ербол жазғандай,
Ол өте жақсы ғой, өте жақсы. Мұңайдар Балмолда. Оқыған Сұңғат Ғазиз.